Балалар кітапханаға кірейік. Бүгін кітапханаға кіруіміздің себебі, бүгін біз әр қоңырау сайын, әр күнде қоңырауда 5 минут кітап оқуға арнаймыз. Бүгін қазір мен өзім кітап таңдаймын. Өзіме, сендер де өздеріңе кітап таңдайсыңдар. Қазір мен сендерге өзім Көксерек, Мұхтар Әуезовтың Көксерек кітабын таңдадым, осыны оқимын. Сендер де өздеріңе қалап бір кітаптар таңдаңдар, Әне. Мен Алдар көше кітабын таңдадым. Рахим, сен? Мен Аю-мен ет деген таңдадым. Мен Қаша қыз деген кітапты таңдадым. Енді жарайсыңдар. Онда Рахим, сен баста кітабыңда, бүгін бастап қойайық оқуды. Баяғы заманда мұжық пен әйел өмір сүріп, олардан мейірімді ит болыпты. Жылдар өтіп, ит қартайды, ұруге де шамасы келмейтін, иесінің үйін дұрыстап күзетіп алмайтын халге жетеді. Мирас, сен? Адам өзінің азан шақырып қойған артына сай өмір сүреді, деді халық. Солай болса, солай да шығар. Алдар көсенің әкесінің аты Алдан болған екен. Шынында да ол өмір бақи алданып өткейге ұқсайды. Содан да болу керек. Алданудан әбден зереріп болған аңқау азамат тұңғышының атын Алдар қойыпты. Шахмина. Ерте-ертеде атай мен әжей өмір сүріпті. Төрт түлігі сай болыпты, бірақ бір балаға зар болыпты. Олар бір жылы қыста қардан Қаша қыз соқпақ болып шешіпті. Оған көздері тоймай қарай беріпті. Қаша қыз аяқ-қолдарын қимылдатып, бақшадан өтіп үйге еніпті. Енді жарайсыңдар, осы келген жерімізді белгілеп қояйық. Ертең таңға кіріп оқимыз.